Келесі сеп 25-ші сеп 3 велосипедші бірге алаңда айналып бастады. Егер бірінші велосипедші 4 минут, екіншісі велосипедші 6 минут, үшіншісі 8 минутта бір айналым жасайтын болса, үшеуі бірге қанша минут сайын кездесіп отырады дейді. Сонда бір определенный бір минутта үшеуі бірге кездесіп тұрады екен. Мысалы бір мынау алаң делік. Мына жақта бір велосипедші, екіншісі, үшіншісі тұр. И осы үшеуі жүруі, бір круг жасауы әртүрлі минутта. И осылар қандай уақытта бірдей айналым жасайды деп тұр. Сонда бізде неше бар? Бізде қандай сандар бар? 4, 6, 8 сандары бар. Сонда біз осылардың ең кіші ортақ еселігін таба аламыз ғой. Яғни бұда біз 8-ден бастаймыз. В общем айтқанда ең кішкентай бір сан, который бәріне бөліне беретін. И бізде ең үлкені ол 8 саны. 8 бізде 6-ға бөлінбейді. Келесі 8-ді 2-ге өтеміз. Ол менде 16. 16 4-ке бөлінеді, бірақ 6-ға бөлінбейді. Онда 16 болмайды. 8 де болмайды, 16 да болмайды. Так, 8-ді енді 4-ке өтеміз. 8 жердегі 4-ім ол менде 24-ке тең. 24 8-ге бөлінеді. Потом 6-ға да бөлінеді. 4-ке де бөлінеді 2-ге. Сонда бізде 3 велосипедші 24 минут сайын бірге кездесіп отырады. Есеп түсінікті деп ойлаймын.